Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біздің бүгінгі сұхбатымыз ән жайлы болмақ. Таңшолпанның қонағы қазақ эстрадасындағы көптеген әдемі әндердің авторы Қанат Ибрагимов. Сәлеметсіздер ма? Қайырлы таң. Бой сергітіп жүгіріп жүр екенсіздер. Бұл сіздердің күнделікті әдеттеріңіз бе? Бұны да осылай қалыптасқан дәстүрлі жаңа біздің неміз деп айта алмаймын. Енді біз көбіне гастрольдік сапарда баратын жеріміз, жүретін жеріміз жан-жақта, сондықтан мынандай мүмкіндік келіп қалған кезде бұндай жағдайды жібермеуге тырысамыз. Енді өстіп жаңағы достарымызбен, семьямызбен шығып осындай жаңағы кішкене бой жазып, бой сергітіп, сергек жүргенге әрине не жетсін. Сіздің сазгер ретінде көпшілікке есіміңізді танытқан әніңіз «Сенің көзің». Бұл алғашқы туындыңыз ба? Ең алғашқы емес, алғашқы туындыларымның бірі. Себебі бұл ән 1989 жылдары дүниеге келген ән. Бұл орайда мен айтатыным әрине әннің бағын ашқан осы Мұзарт тобы деп аталады. Ал енді жазира мына бой сергітіп болдық. Енді келесі әңгіменің жаңа жалғасын мына концерт келе жатыр, жұмыс көп деген сияқты студияға барып отырып жалғастырсақ. Ал жазира, жоғары шығыңыз. Рахмет. Сіздің әндеріңізді Нұрмұқасан, Мұзарт топтары және басқа да белгілі әншілер орындайды. Әншілерге қандай талап қоясыз? Барлық мына сазгерлердің талабы деп ойлаймын бұның қоятын. Ән көлеңкеде қалып қалмас екен деген. Ол шыққаннан кейін біз оны елестетіп, болашағы бар деп ойлаймыз. Енді біздің жаңа жетпеген жетістікті негізі жеткізетін ары қарай әнші. Сондықтан оны алғаннан кейін соны ары қарай өзінің баласындай баптап күтіп, тек қана көлеңкеде күтіп отырмай, енді оны халыққа шығарып жатса, біздің енді жалпы талап деп айтпаймын, біздің сол жаңағы арман да өтініш те сол ғой. Бүгінге дейін неше ән жаздыңыз? Сол әндеріңіздің барлығы көңілден шығатын туындылар деп айтуға бола ма? Кейде жылдап жазбай кететін кезімде болады. Енді ол ән жазған осы екен деп күнде отырасып, бір ән жазған ол тағы болмайды. Бір көңіл күйің әдемі болады. Мына мезгіл ауысқан кезде болады. Бір жазғың келеді, сондай кезде жазылатын дүние. Енді оның мынандай, мен мынаншама ән жаздым, саны мынандай деген нәрседен аулақпын. Себебі оның шыққаны бар, шықпағаны бар. Халықтың, елдің ішінде жүргені бар, жүрмегені бар. Арнайы музыкалық білім алдыңыз ба? Үйде 13 баланың ең кенжесі болған. Кенжесі болғаннан кейін өзіңіз білесіз, кенже болған қандай болады. Ерке болдық. Сол еркеліктің арқасында 3 рет оқуға түсіп, 3 рет сол оқымай кеткен кезіміз. Болғаннан Чайковскийда түстік, одан Жүсіпбек Елебековте. Оқымай кеткенде бір оқуды бір менсінбей кеткеніміз, сол енді сол бір еркеліктің әйтеуір желісімен кеттік қой. Ол кезде заманда бір аумал төкпелі, сондай кездер 91 жылдары бір қиын заман болып тұрды ғой. Сол оқу керек па, керек жоқ па деген кейде бір ұғымдар болды. Енді ол кезде біз баламыз. Ал мына заманға сай негізінде оқу керек. Ой, мен табиғаттың бергені бар, менде табиғаттың берген дарыны бар деп оған өтіп көп сүйеніп жүруге болмайды. Қазір мына заман талабына сай нота білмесең, жаңа музыкальный терминдерден, болмаса музыкалық жаңа музыканың қыр-сырын сауатты білмей жатсаң, оның өзі көп кедергі болады. Жақында сіздің шығармашылық кешіңіз өтеді. Біздің білуімізше бұл көрермен алдындағы алғашқы есеп беру концертіңіз. Қарасам 2014 жылы мен осы 40-қа келеді екен. Соны енді 40 жас кішкене атауы бар. Осы 40 жасқа дейін мен естедім деген сияқты әңгімемен осы шығармашылық кеш Алла қаласа. Енді таңғы нәсіп тәңірден өз тәлейімізге қарай көреміз, бірақ дайындық жаман емес. Енді осы еңбегіміз жанып кетсе, бұл жердегі сол міндетіміз сол, арманымыз да сол, әйтеуір халыққа жақсы бір көңіл күй сыйлау ғой. Осы айдың жаңағы 11-ші жұлдызында маусымның Жолдасбеков атындағы студенттер сарайында, сол жерде кешкі сағат 19:07-де. Бір бала бар, әкеге жете туады. Бір бала бар, атадан өте туады деп жатады халықта. Сіздің ұлыңыз Ермектің есімі көпшілікке қазір өте жақсы таныс. Балаңызға да арнап әнді өзіңіз жазасыз ба? Ермекке деп енді жазған әндерім жазған емес, мұндай әндерімді жаңа ішінен қарап, мынау Ермек саған келеді деп ұсынған кездерім болды. Ермек одан бас тартқан кезі де болды. Себебі қазір енді бұнымен санаспасақ болмайды. Енді 11-ге келді, біз баяғыда 13-те отау ұясы деген қазақпыз ғой. Сондықтан
кей кезде бас тартып жатады, кей кезде өзі мен мынаныңды айтсам деген бұны да оймен санасам. Әңгімеңізге рахмет, Қанат. Сіздің шығармашылық кешіңізге сәттілік тілейміз.